Үлкен балам 79-да, кенжем 68-де. Жасыңыз нешеде нақты? Алла берді 100 жас. Осы әже сияқты 100 жасағымыз келеді. Құпиясы неде? Бастан бастап айтайын. Өмірде больницке бір күн жатып көрген жоқпын. Қазір келіндер түске дейін жатады да, ол келін бұрын тұру керек. Қазіргі келіндерге ренжулі сияқтысыз. Өздерінің бастары істемейді. Қыздың қолында тұрасыз ба, келіннің қолында тұрасыз ба? Қыздың қолында тұрамын. Келіндермен татусыз ба? Балалар шақырады, бармаймын. Басыңыздағы кимешекті өзіңіз тоқыдыңыз қолыңызбен? Өзім тоқыдым. Киімнің любойын тігемін. Бәрін кожанка, дублонка. Сырласып, бір әңгіме айтатын құрбыларыңыз бар ма? Жақының айтпаған сырыңды оларға айтасың. Қазақша қазіргі өлеңдерді бәрін де білем. Екі дос қаздай, жадыра жаздай, жұбаңды жазбай ақсын қар. 100 жасқа тақаған Камиля әжейдің өмірдегі өкініші бар ма? Ойбай, өкініші көп қой. Армысыз көрермен, бүгін бізде ерекше сұхбат, қызықты кейіпкер. Бүгінгі кейіпкеріміздің есімі Камиля әже. Ол кісі ғасыр жасаған адам. Камиля әже, қалыңыз қалай? Жақсымын, Аллаға шүкір. Жасыңыз нешеде нақты? Жасым осы алдымызда майда 99-ға толам. 99. Келесі жылы 100 жас бұйырса? 100 жас Алла берді, 100 жас. Алла жеткізсе. Денсаулығыңыз қалай енді? Мына 100 жастағы... Денсаулығым ба? Иә. Денсаулығым өмірде больницке бір күн жатып көрген жоқпын. Больницте карточкам болған жоқ. Жақында осы оразаның ішінде ауырып, сонда ғана больницке барып, сонда учетқа қойып, уже солай болып қалдым. Сонда өміріңізде бірінші рет 99 жасыңызға тақыған шақта ауруханаға қаралдыңыз, е? Аха. 100 жылда бір рет қаралып тұрсыз ғой сонда? Арада қараламыз, соның ішінде сол таныс врачтар нелер болады, қарайды, я дәрі бере салады, сондай болып. Абылай, больницке жатып, специально пәлен күн жатып, ауырып, бюллетень алып, ондай болған емес. Ешқашан. Ешқашан. Денсаулығыңыз жақсы демек. Енді көпшілік көкейінде сұрақ туындауы мүмкін. Осы әже сияқты 100 жасағымыз келеді деп. Құпиясы неде? Сыры неде? Денсаулығыңызды қалай күтетін едіңіз жас кезден бастап? Тіпті мен денсаулығым күткім жоқ, басқалар қалай жүреді, мен де солай жүрдім. Жұмыстың өте ауырын істедім. 4 бала менен жесір қалдым. Балаларымның барлығын оқыттым. Мына қызым кандидат экономических наук, доцент сабақ берген. Тағы бір балам сондай, оның өзінің асфальтный заводы бар. Өзі сол балаларым еңбекке үйреткен әуелден. Үлкен балам зауттехник, ол Астраханда тұрады. Ресейде тұрады? Ресейде. Үлкен балам 79-да, кенжем 68-де. Кенжем 68-де. Сонда 4 құрсақ көтердіңіз бе? Тірісі 4-ті, 5-ші өлді. 4 балам бар, 2 қыз. 6 немерем бар. 16 шөберем бар. 9 шөпшегім бар. Мәссаған. Шөпшектермен хабарласып тұрасыз ба? Хабарласқанда қандай? Үйге келіп тапап кетеді. Жақында біреуі нағашылары Шымкентте, өздері мұнда тұрады. Сол Шымкентке барып, демалып бірер ай жатып, сосын келді. Сұрайым, Шымкентте жақсы ма, Алматыда жақсы ма деп сұрайым. Где лучше дейм? В вашем доме лучше дейді. Шөпшек? Шөпшек оқымаған. 4-те ме, 3-те ме сондай әлі школға бармаған сол. В вашем доме лучше дейді. Сіздің қасыңызда жүрген көңілді керемет рахат дейді ғой? Иә. Жақсы кереді. Енді Камиля әже, айтыңыз, өзіңіз қай өңірдің тумасысыз, қай жақтансыз? Западный Қазақстанның. Батыс Қазақстан? Батыс Қазақстан, иә. Орда ауданында қазір. Мына Тайыр Жароков, Манчук Маметова, кәдімгі менің жерлесім. Біздің тақса ауыл көп болмайды, қазір көбейді ғой, бұрынғы заманда ауыл рет сирек, әргім мал менен анау, ерде бір шақырым жерде мұнау солайлай болып өскен сол замандарда сол. Тайыр Жароковты көрдім, дастарқандас болдым. Манчуктың өзін көре қойған жоқпын, ауылымыз сол, жеріміз солардың жерінен сөйтіп. Батыс Қазақстаннансыз? Батыс Қазақстан. Ресейден көшіп келдім деп айттыңыз, е? Содан
28 жылы әкем бай болып конфиска болдық. Конфиска болып малды, дүнияны бәрін әкетті, алды. Мен 3-4-ке қараған заманда. Сонда әже, Батыс Қазақстан өңірінде тудыңызда, 3-4 жасыңызда Ресейге қоныс аударып кеттіңіз. Ресейге 4 жасымда Ресейге бардық. Қай қаласында Ресейдің, қай өңірі? Ресейдің Буденновский район бер жағында. Со Буденновский районда ауыл отырдық. Ноғайлар мұсылман екен. Ояққа біз байымыз қашып келдік деп айтқан жоқпыз. Біз бірінші қазақ ояққа өткен. Басқа ешкім болған жоқ. Біз 6 ай болып бардық. Сіз Ресейде өссеңіз де қазақшаңыз суда екен? Қазақшам судай болғанда айтып отырмын ғой. Біз келгенде мұндағы қазақтардың сөйлегенінен біздің сөзіміз жалпақ тіл. Мен өлең жазам, ақын со. Ақындық қасиетіңіз де бар? Ақындық қасиетім бар. Ақын 3 кітап жаздым өлең. Сосын проза кітапта жаздым, осылардың бәрін жаздым. Со 3 ғасыр жазылған деп кітабымды мақтап есептеп. Әлем жазушылар одағының мүшесімін. Әлем жазушыларының. Ал әлем жазушылары 100-ден артық кісі болса, Қазақстанда соның ішінен 28 кісіні таңдап алып, әлем жазушылар одағының антологиясы деген кітап шығарды. Соның ішінде 15 барақ менің өлеңдерім, менің сөздерім. Соған іліндім. 28 кісіні шақырып, сыйлап, қонақ етіп, 3-өне медаль берген, 1 медальды мен алдым. 3-дің біреуі сіздікі? Біреуі менікі. Енді әже, осы жерде осы медаль марапаттарға тоқталайықшы. Бәрі есіңізде ме? Қай жерден алғаныңыз? Қазір көріп атқым жоғын. Құрмет иесі дейді. Мыналар соғыстың ардагерлері, нелері. Мынау мінерде орден бар, мынау. Орден Трудовой славы. Ол жұмыстан алған пенсияға шыққанда. Енді қалған мына синелері бар, бұлар осы ерден. Осы күніге шейін. Осының последний, мынау болар последний. Осы өткен декабрда алдым. Енді 2025 келесі жылы сіз Құдай қаласа 100 жасқа толасыз. Жасқа төлем. Сіз сонда 1925 жылғысыз, 25 жылғы тоны. Соғысты басынан аяғына да көрдік. 6 ай пленде окружение қалдық немістерде. Ставропольский край неде болды ғой, немістерде. Бірақ та бізге зиян еткен жоқ, немістер. Бізде оларға зиян еткен жоқпыз. Сол жасырындық, не айттық, бүйттік, потайной жердің астында жергепенің жататын жерлерімізді болдырылық, сондай көп көрінбей. Сіз ол кезде бір 16 жаста екенсіз, 41 жылы соғыс басталғанда сіз 16 жаста екенсіз? 15-16 жастамын. Менен бір жас үлкендерді жол салуға, темір жолдерге айтыру алды. Мен со бірер жас ілінбей қалдым. Ер адамдардың да менің жасымдағылар соғысқа барып үлгерген жоқ қой деймін. 24-шілер барды, 25-шілер бара қойған жоқ. Жолдасыңыз? Жолдасым бер жағында 45 жылы шықтым. Ода соғысқа бармаған, екеуміз жас болатығымыз. Сол Жана апа айттыңыз, мен бір денсаулығымда қатты күткен жоқпын дедіңіз. Ел қатарлы қара жұмыс істедім дедіңіз. Қай салада жұмыс істедіңіз? Барлық жұмыс істедім мен. Мал баға, біздің жақ мал ғой. Мал бағатында мен малда бақтық, даяркіда болдым. Не жұмысы? Шенда шаптық. Бәрін істедік, құдықта қаздық, жергепеде салдық. Ал басынан жұмысымның көбі мен тракторный бригадының есепшісі болдым. Дүкенде істедім, складта істедім. Енді әже, 100 жас жасау, енді екінің бірінің басына қонбайтын бақ. Осылай бір 100 жасқа дейін өмір сүру үшін бір жүрек тыныштығы да, рухани байлық та керек шығар. Мен 100 жасқа жетейін деп старат еткен істемем жоқ. Алланың өзі берген. Ешкімге жамандық жасағам жоқ. Біреу маған жамандық жасаса қарғағам жоқ олсын. Ай, Алла тапсын, Алла білет. Мүмкін мен бинабат боларым деп сөйтем де қоям соны менен. Ал намаз әуелі біздің жақтың қазақшылығы көп дегенім, әуелі намаз үйренсін мектепке, сосын барсын деп мектепке бермей 8 жасымда намаз оқыдым. 8 жасымда намаз оқып, әбден намаз үйреніп, 2 жыл намаз оқығасын 10 жасымда бірінші сынапқа
сыныпқа. Сонан мен 4-ті бітіріп 5-ті бастағанда соғыс басталды. Соғыс басталғасын қалды. Жұрттарды әскерге алданды, мұнда кісі жетпеді, жұмыс істеу керек. Соны менен жұмыс істеп кеттім. Сол 4 сыныптан артық оқыған жоқпын. Соны менен келіп әлем жазушылары болып отырмын. 4 жылдық біліммен. 4 жылдық білімменен. 4 сыныптық біліммен. Аха. Со 4 сыныптық білімменен со күнде оқыған стихотворенияларымызды, айтқан өлеңдерімізді бәрін білем мен. Правила қалай жазатынын без ошибка. Оқығанымды бәрін білем. Қазіргі балалар оқып қойсайшы, ертең бір түгім мектепке барғанда дайын тұрады қойса, оғандай ұмытып қаламыз ғой дейді. Қазіргі балалар. Біз ұмытпаймыз. Әже, енді мынау 100 жылдық өмір жолыңызда түрлі қызықты сәттер де болды, қиындықтар да болды. Сізді көріп отырған кез келген көрермен осы әже сияқты 100 жасағымыз келеді, қандай ұстанымда болу керек, өмірлік принциптері қандай болды екен деп сұрау мүмкін. Қыз келіншектерге қандай ақыл кеңес бересіз, өсиет айтасыз? Қыз келіншек бол, не бол, барлығы кісіге айтыру. Қаздағы кісіге кім болса да, дұшпаның болса да, жамандық жасамау керек бірінші. Екіншісі соларға көмектесіп, сөйтіп кек сақтамау керек. Ал ана кісі істесін ауыр жұмысты, мен мына жеңіл істейін демеу керек. Өзіңді кісіден артық санамау керек. Мен қазір, допустим, мен баймын, басқалар жарды, оны мен кемітпеймін. Біреулер кішкене бір 2-3 миллион ақша жаңқалтасын есе бейтіп кетеді. Ондай болмау керек, өзіңде де, елде де. Ел қатарлы өзіңді ұстау керек, қатардан аспау керек. Не айтайын мен енді, келіншекті үлкен сыйлау керек. Бәрі де, әйтеуір, мен демалайын, анау істесін, үйде басқа жастар бар ғой, солар істесін, мен істемей қояйын дейтін, ондай болмау керек. Қазір келіндер түске дейін жатады, ой, кеште бәрін мен пісіріп қойып едім, мыналар барлығын жеп қойыпты, мен тұрғанда дымда жоқ деп, ата-енелеріне сөйтеді. Ол келін бұрын тұру керек, жеп қоймасын, бірге жеу керек. Түрлі ғой адамды енді. Қазір келіндер қандай? Қазір сондай келіндер аз. Ал біреулер, допустим, баласы, жағдайлар жалғыз бала біреудің, сол бір қызбенен үйленетін болып жүріп, уже сақина бір небері берген, соның ар жағында енді той жасаймыз деп жақындағанда, сен енді квартира ізде, мен бөлек тұрам, ата шешеңмен тұрмайым деп қыз сөйдеді. Мына бала пленный ушел. Басқа бір қыз алды, керемет келін жүгіріп жүр. 2 рет үйленді ме сонда? 2 рет, 2 келін алды ма? Ананы алған жоқ. Анантысы. Анау тек еще тойы болған жоқ, назначать еткен жоқ. Тек неге? Сол сөзінен кейін, бөлек тұрам дегеннен кейін кетіп кетті ма? Дегеннен кейін бірде жақындаған жоқ, бірде барған жоқ оғызға. Қазіргі келіндерге ренжулі сияқтысыз? Қазіргі келіндерге ренжулі сияқтысыз, бәрін қарап отырасыз ғой деймін. Қарап отырамыз енді. Көңіліңіз толмайтын сәттер бола ма? Болғандағындай. Болады ғой, болмай енді. Қазірде үлкендеп сыйлайтын келіндер бар, сыйламайтын келіндер бар. Мына ата-ененің, бауырлардың атын келін атамайды қазақта. Ол күнә емес, ол сыйлағандық просто. Енді қазір ат атамайды деген қалды уже. Әкесінің атын, атасының бәрін айтып отырады. Осындай кемшіліктер бар дейсіз ғой? Осындай кемшіліктер бар. Олар енді ондайды. Атаның атын айтпайтын еді, бұрын десе де сенбейтін де шығар. Оны айтамыз деп машақаттанбаймыз да. Бірер айтып көрсең болды, біздің де бір айтқанды үйренбейді. Біздер де неткенде, мына ең бір уақыт өгізат, үйден шыққанда, үйде жүргенде бізге арқаланба деп айтатын еді. Оны үйге екенін білмейміз, арқаламайыз. Сыртқа шығарда, неңді сумкыңды арқаламай, қолың ұстап шық, сыртқа шыққасын арқала деп. Сонда ол, оказывается, үйден
орыста айтады. Все счастье дома вынесешь дейді. Арқалағанда сөйтеді екен оның мағынасы. Мағынасы. Енді өсігінде жасыр күнде айтсаң, ертең тағы тұрып арқалап тұрады. Мұтық болады қазір. Көбі компьютерге сеніп кеткен, өздерінің бастары істемейді. Мен айтып отырмын, мен бірінші класстағы тақпақтарымды, айтқан өлеңдерім бәрін білем. Мен айтсам күледі, ана қажылерімізге айтсам біреулері жазып алады, неге? Жазбаға ма? Оқыған затты ұмытпаймын. Бірінші сыныптағы жаттаған тақпақтарыңыз 100 жасқа келсеңізде әлі есіңізде? Есімде қандай? Есімде? Бір шумағын айтып беріңізші. Зимняя дорога деген не бар. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальной поляне льет печальный свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгуле удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосатые попадаются во дне. Мәссаған, мынау бірінші класстағы тақпағыңыз ба жаттаған? Осы екінші класстағы. Сосын өлең айтқанда нелер еді, біздің заманда енді свет жоқ қой көбі. Қалада болса болатын, бұлар оны көрмегенде сол неге первый шыққанда қалай еді, соның бір өлеңі бар еді. Деревне от избы до избы зашагали торопливые столбы. Эх, в деревне. Сөйтіп айтады оқшым. Қазақша қандай өлеңдер білесіз, әндер? Қазақша әндер айтасыз? Қазақша қазіргі өлеңдерді бәрін де білем. Мен жас күнімде қазақша оқыған жоқпын, білмеймін қойшты мен. Қазіргі әндердің бәрін білесіз бе? Қазақша әндердің бәрін білесіз бе қазір? Почти бәрін білем. Әудеп жүріңізші бір. Өзімнің бір өлеңімді айтып берейін. Сөзі өзімдікі, тойға жазғым. Ненің Ақсын қарым деген әннің несіменен припевіменен әніне жаздым ал. Тойымыз Алматаның қаласында, Ақшағар алмалы бақ саясында, құдалар екі жақтың тату болып, Жашыбай қыл өтпеге арасынан. Бақыттым баяндым ақ көңіл аяулымдар қан той базарлай ақсын қарым. Аяла гүліңді ұмытпа үніңді, бір жыла жырыңдай ақсын қарым. Екі дос қаздай жадыра жаздай, жұбыңды жазбай ақсын қар. Шыңда да бірге, сында да бірге, сында да бірге ақсын қар, ақсын қар дейді. Мәссаған. Керемет әже. Керемет пе? Керемет. Өзіңіз сөзін жазғансыз. Иә? Ана сөз өзімдікі. Жақсы. Енді Камила әже, сіздің таңнан кешке дейінгі жұмыс кестеңізді, жалпы осы өмір... Сағат жоқ, сағат болған жоқ. Жарықтан қараңғыға шейін істейміз всегда. Жарықтан қараңғыға шейін істейміз. Дәл қазіргі, мысалы, бүгінгі күніңіз қалай өтті? Таңертең ұйқыдан тұрасыз. Кестеңіз қалай, графигіңіз? Кестен бе? Тоқым кесі тоқим отырсам. Таңертең тұрғанда, таң намазын оқимын да, 2-3 қайтара Ясин оқимын кітаптан. Ясиннің біреуі 6 страница Құранда. Сол. Құранның кез келген жерін оқуға көзім жетпейді. Ясин бір кітапта бар, содан Ясинді оқимын. Ясиннің көп пайдасы. Содан кейін таңға ішесіз? Жоқ, таңға ішем ғой. Со Ясинді оқимын, сосын істегім келсе, тоқым келсе тоқимын, тоқым келмесе жатып ұйықтаймын. Күндіз қай уақытта жатқым келеді, любой заманда сол уақытта жатамын ұйықтаймын. Күніге 3-4 қайтарада жатып ұйықтап оянам. Көбіне 5 минут, 3 минут сонда ұйықтап, сразу оянам, соған ұйқым қанып қалады. Көбінде 1 сағат, 2 сағатта жатам, мен ешкім оламайды. Бос заманым 2 минут қатар бос отыра алмаймын. Істеп отыруым керек. Ал мен өзім жас заманымда да біреулер ауа жатайықшы, қыдырып келейікші дейді. Маған үйдегі ауа жетеді. Мен өмірімде қыдырып көргім жоқ. Ана қыздарым, келіндеріме, нелеріме, достарыма ұрсам.
ауа өтіп келейік деп далада қаңғып, бір алқит қысып хозяйны жоқ, мусор аралаған, қаңғисыңыз да жүресіңіз, онан да бір зат істесеңіз қайтеді деп. Менің уақытым бос өтпейді. Сіз бос жүргенді ұнатпайсыз? Жоқ. Ешқашан бір қайтарада ауа жұтайық деп бір қайтар жоқ. Ауа жұтып, мен біреумен бірге әңгімелесіп бірге жүріп келатсам, ісім қалып қойды. Мен баған үйде болғанда нерге шейін бітіретін едім деп, мен соны ойлап жүремін да. Таң атпай кітап оқисыз, тоқыма тоқисыз, тағы қандай өнеріңіз бар? Өлең жазасыз? Бастан бастап айтайын. 3 рет қажыға бардым. Үшеуі де үлкен қажы, ымырай емес қажы. Қолымның бос заманында 9 кісіге қайтқан кісілерге, әке шешелеріме қайтқан кісілерге 9 кісіге ымыра қажы жасаттым. Ал 82 жасымда Құран оқыдым. Құранды уже жылдам оқитын болдым сол заманда. Халықаралық қолөнер шеберінің лауреатымын. Бүткіл істің бәрін істеймін. Киімнің любойын тігемін. Бәрін, кожанка, дубленка заманында бәрін тіктім. Сосын Турцияда Турк ана деген кино болды. Халықаралық кинофестиваль. Со КТК мені 4-5 күн жүріп бала шағаларымен киноға түсірді. Аналардың анасы деген кино түрікше озвучивать етіп, со неге жіберді фестивальға, Турцияға. Бірінші орын алдым, әне не тұр, әнеке кубок тұр. Актрисасыз ғой сонда сіз? Жоқ. Жоқ, енді киноға түссеңіз актрисасыз ғой? Иә. Соныменен 6 кісі келіп, екеуі международный журналист, екеуі кинооператор, бір қазақ жігіт переводчик, біреуі международный қазақ келіншек. 6 кісі сояқтан келіп, ана кубокты беріп, бір құшақ гүл беріп, шапан кигізіп, телевизорға түсіріп алып кетті. Казгудың несінде, аудиториясында сонда мыңдаған кісі болды, көрді соларды сөйтіп. Со бірінші орын алдым, международный 7 государстводан, ана Кипр, Македония бәрі бар ішінде. Солай. Сосын Абыздана деген атағым бар. Мынандайлардың мен жүзінде тоқыған боларым. Мен оның біреуін сатқан емеспін. Мынаны өзім ойлап, рисункісінде шығардым, размерінде өзім ойлап шығардым. Мәссаған, сонда мен қазір бірден айта кетейікші, мынау басыңыздағы кимешекті өзіңіз тоқыдыңыз қолыңызбен? Өзім тоқыдым. Халықаралық қолөнер шеберінің лауреатымын. Халықаралық қолөнер шеберінің. Мыналар өзім тоқыған. Әр жерде көрпе де бар, мынадай. Бәрі өзім қолымнан істегендерім мыналар. Мынаны со өзім размерге рисункісін үйлестіріп, өзім тоқыдым. Осылар жібін барлығын сатып алам, ақша шығарып, қызым әкеліп береді, тоқимын да, сосын үйлестірім. Оған алған адамдар қуанады. Ақшаға сатпаймын. Құдай маған несесін береді, менде бәрі де бар менде. Өзіңіз тоқисыз, өзіңіз сыйға тартасыз? Өзім сыйлаға тартам. Енді кез келген кісіге бермеймін, конечно, оның да достойный кісілерге берем, қадірін білетін кісілерге берем. Сосын өзімнің қыздарым, өзімнің келіндерім бәрінде де бар. Көйлекті мен кісінің размерін өлшеп аламда, бір кесіп бір тігем, примеркіге шақынбай. Тігіпінде келгенде кейі жөрем, бітті, солай болып шығады. Өзімен начальник атыға болғасын. Жұрт пішетті, тігетті, мұнадай артық шығарып, көктеп, сосын кигізіп қарап, ана үйлесі кесіп қытықы болады да жүреді. 2-3 қайтары примеркіге шақырып. Мен примеркі жасамаймын. Сосын матаң жетпей қалды дейді. Анандай етіп артық шығарып қояды. Мен әуелде тікіске 1 сантиметр жіберем, болды. Тіккінде 1 сантиметр тігем, точный болып шығады. Шебер екенсіз ғой? Шебер деп отырмай, шебер болмаса мынадай бола ма? Осы күнге шейін қолымнан не келеді? Әлі жасайым. Есік терезені жауып, свет жағып қоямын. Таңертең ораза ұстаса, дашарға бәріне қарға оятам. Қолымнан келген істеу керек. 85-ке келгенше ораза ұстадым. 85-тен бері жағында ораза ұстағам жоқ. Бірақ та қандай ауырып, қиналып жатсам да
намазымды қалдырғам жоқ. Енді Камила әже, бағана әртүрлі енді өмір жолында түрлі сәттерді айтып жатырмыз ғой. 100 жасқа тақаған Камила әжейдің өмірдегі өкініші бар ма? Өкініш? Ойбай, өкініш көп қой. Күнде өкінетін зат болады өкініш. Ең қатты өкінетініңіз? Бұрынғыларға осы күнде де өкінетінесің ғой. Ай, пәлен заманда мен сондай істеп едім, сонымда қақ болыпты деп, осы күндерде де түсетті әжесіңе өкінет болады ғой. Енді қатты өкініп нетпегенменен артынан өкінсең де ештеме білдіре алмайсың. Әйтеуір балаларымды жақсы етіп өсірдім, балаларымды жақсы етіп жеткіздім, балаларым көріп өтсіңіз ғой міне. Бұл қуанышты сәт. Енді қыздың қолында тұрасыз ба, келіннің қолында тұрасыз ба? Қыздың қолында тұрам, мына қызым кандидат наук, тұрмысқа шыққан жоқ, мұнда бала жоқ. Соны мен әуелде тұрғанымызша солай тұрдым да қалдым. Балалар шақырат, бармайым, мұнан жалғыз тастап кеттім, келмейді. Келіндермен татусыз ба? Келіндер бар, келіндер. Қыздарым, келіндерім, күйеу балалар барлығы пенсияда. Пенсия демекші, қанша аласыз пенсия? Пенсия аз алам. Аз аласыз ба? Аз алам. Өмір 110. 110 аздау, е? Аз. Алғанда мен 60 теңгеменен шықтым. Менің Расидің нелері, стаждары мұнияққа өтпей қалды ғой көбі. Қатарластарыңыздан қалды ма қазір? Кімдермен замандастарыңыздан араласып тұрасыз ба? Жоқ. Менің замандастар қатарларым жоқ. Жақындарым да бөтендерде жоқ. Өз арамнан ондай жасқа келген кісі жоқ. Мен араласатысым өзімен бірге қажыға барған кісілерімді. Соларым. Мен де жаннатта соларменен араласамыз. Жамағат дейміз, жамағатымыз сол. Сырласып, бір әңгіме айтатын құрбыларыңыз бар ма? Бар, сол жамағаттарым. Мына қажыға бірге барғандар өзіңнің жақыныңнан да жақын. Соларға жақының айтпаған сырыңды оларға айтасың. Жақсы әже, онда сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Келесі жылы Камила әженің, яғни сіздің 100 жасыңызда жолығайық. Рахмет. Не айтасыз жастарға? Жарайды, жақсы. Жастарға не айтам? Жастарға сомен айтқандай әлгі. Жақсы болу керек, кекте сақтамау керек, өзіңнен кіші кісіге, жарлы кісіге, жоқ кісіге көмектесу керек, өзіңді қинаған кісілерге Аллаға тапсырып қою керек, қарғамау керек ешкімді. Бөлісу керек, барыңды бөлісу керек. Оған сен берсең, Құдай саған береді. Сол айтатындарым жасқа. Жақсы. Құрметті көрермен, осымен 100 жастағы әжемен сұхбатымыз тәмам. Өз ойыңызды, пікіріңізді дәл осы видеоның астына жазыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.